Егерде дәл осы өлшемде тоқыларыңыз келсе, мен қазір сіздерге өлшемдерін өлшеп берейін. Жалпы бұйымның ұзындығы менде жуғаннан кейін, жуып болғам, жуғаннан кейін 36 сантиметр болды. Яғни сіздер бұл 1 жас емес, 2 жасқа дейін кигізуге болады. Баланың үлкендігіне қарай, денесіне қарай. Осылай болды, 36 сантиметр ұзындығы. Қолтыққа дейін менде 17 сантиметр болды. Қолтықтан кейін 18, 19, почти. Бұл жерде мен айтып кететінім, мен бұны бірінші рет тоқығам, мына жилетканы. Енді келесі жол тоқыған кезде мен мынау қолтыққа дейінгі өлшемді ұзартып, керісінше мынау қолтықтан былай қарай өлшемді азайтпақшымын. Мына жер кең болып кеткесін. Сіздер қолтыққа дейін 20 алсаңыздар болады, 19 алсаңыздар болады. Мына қолтыққа дейін. Сонда мынау бос болып тұрмайды, салбырап тұрмайды. Енді денесі, мынау несі. Балаларға арналған размерлер бар. Мен сол жерден көргенмін интернетте. Мынау кеудесі, негізі баланың 1 жасқа дейінгі кеудесі 48 сантиметр деген, менде как раз 24 сантиметр. Екеуін көбейткен кезде 2-ке 48 болады. Резинкасы, мендегі резинкасы 4 сантиметр. Мен үшін жеткілікті. Одан кейін, мына мойнының өлшемдері де бар интернетте. Оны да өлшеп алсаңыздар болады. Мысалы үшін, мына жерде 7,5-7,5-нан 15 және бұяғы 15, 30 болады. Енді кішкене баланың өзіңіз мойнын өлшеп алыңыз, неше екен, және сол өлшемге тағы да 4 сантиметр қосыңыз, сәл кеңде болу үшін. Сонда дұрыс болады. Сосын мына нені иықтан түймеленетін ғой, өйткені бала кішкентай, көкірегі ашық тұрмасын, және кигізген кезде басынан кигізсеңіз қиналып жылап кетеді бала. Мұны осылай кигізе саласыз. Бала қиналмайды, жыламайды, иығынан кигізе саласыз. Шақалақтарға, кішкентай сәбилерге арналған киімдердің үлгісі негізі. Егер дәл осы үлгіде тоқыңыз келсе, осы үлгіде тоқисыз. Болмаса, мына жақтан өлшемдерін қалай азайтып көбейтуге болады. Мастер-класс барысында айтып жіберемін сізге.